speak. Дәл мынадай алып самолетті бұрын тек кинодан ғана көретін едік. Бүгін өзімізде ұшуға мүмкіндік алдық. Енді Нұр-Сұлтан қаласының халықаралық әуежайына жүк тасымалдайтын шетелдік алып ұшақтар қоналады. Жуырда Елорда әуежайы Еуроодақтың еш кедергісіз жүк тасымалдауға болатын ERA3 сертификатын иеленді. Ендігі жерде Еуропаға жүк апаратын ұшақтар Қазақстан арқылы ұшады. Аялдайды, жанар-жағармай құяды. Сонымен қатар құжат елордалық әуежайдың еуропалық қауіпсіздік стандарттарына толық сәйкес келетінін растайды. 3 сертификаты 2013 жылы Еуроодаққа енгізілген. Бұл енді Еуроодаққа кірмейтін мемлекеттерге қатысты мына тасымалдайтын жүктердің қауіпсіздігін, соларды қауіпсіздік түрінде жеткізілуді қамтамасыз ететін сертификат болып есептелген. Бүгінгі таңда ол сертификаттың бізге тиімділігі сонша, мына пандемия кезінде үлкен алып ұшақтармен мына келген жүктерді Еуроодақ елдеріне жеткізуге, оларды жаңа тасымалдауға бізге нәтижесін беріп отыр. Әуежайдың кадр бөлімінің сондай білікті екенін және де мына жабдықтардың сол талапқа сай екенін білдіреді. Бұл сөзімізге ERA3 сертификаттау ісін жүргізген Еуропалық одақтың тәуелсіз валидаторының берген бағасы дәлел. Алдын ала аудит кезінде Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы рәсімдерінің сапасы маған қатты әсер етті. Сонымен қатар әуежай қызметкерлерінің арасындағы қауіпсіздік мәдениеті көңілімнен шықты. Қауіпсіздік мәдениеті демекші, әкелінген жүк сақтау қоймасына 2 тәсілмен кіргізіп шығарылады. Ең бірінші жүк арнайы тексеру аппаратынан өткізіледі. Екінші тексеріс иісшіл иттің көмегімен жүргізіледі. Зат Қазақстанға тиесілі болмаса, оны ашып қарауға рұқсат жоқ. ERA3 сертификаты анықтап білетті біздің әуежайдан келетін жүктің сол қауіпсіздік мақсатында келетіне дәлел болып отыр бүгінгі таңда. Бұрын ол әуе компания өздерінің аудиторларын жіберіп, мына жүкті қайтадан аудиттан өткізіп, әр жүкке әрқандай бір адамдарын жіберіп, сондай шығынға пайда болған болатын. Бүгінгі таңда сайтқа кіріп, олар мына единый реестрде тұрған біздің әуежайды көреді, сол арқылы олар өзіне осы жүктерді қабылдай алады. Берілген құжаттың тағы бір мүмкіндігі Еуроодақ елдеріне жүк тасымалдау құқығын барлық әуе тасымалдаушылар автоматты түрде пайдаланады. Яғни кез келген елордалық әуе қақпалары арқылы операцияларды еркін орындауға мүмкіндік береді. Сәйкесінше әуе кемесінің жанар-жағармай қоры да жеткілікті болу керек. Мамандардың айтуынша келіп жатқан алып ұшақтар қазан айында 6000, қарашада 9000 тонна жанармаймен қамтамасыз етілген. Алдағы уақытта қажеттілік бұдан да артуы мүмкін. Мысалға, мына алып ұшақ Гонконгтен Сауд Арабиясына жүк тасымалдап бара жатыр. Арақашықтық ұзақ болғандықтан ұшаққа да аялдама қажет. Біз Қазақстан, оның ішінде Нұр-Сұлтанды таңдадық. Таңдауымыздың ең бірінші себебі географиялық орны маңызды болды. Екінші кезекте ұшқыштарға жасайтын қызмет ұнады. Барлық жағынан қауіпсіз. Үшіншіден, әуе кемесіне жанармайды жер астымен жүргізілген арнайы аппараттармен толтырады. Бұрын көліктермен тасымалдайтын, қазір мына тәсіл өте тиімді. 20-25 минуттың ішінде 60-70 тонна жанармай құюға болады. Әрине, шетелдік әуе тасымалдаушылар үшін қызметтің барлығы ақылы. Бұл әуежайдың табысты болуына ықпал етеді. Тіпті эпидемиологиялық ахуал кезінде бірнеше халықаралық рейс тоқтатылса да, жұмыс жалғасты. Қызметкерлерді ешқандай қысқартуға ұшырамады дейді мамандар. Айта кетейік, аталған сертификат еліміз бойынша тек елордалық аэропортқа ғана берілген.